Саламатсыздар ма? Менің атым Тұрмахан Диана, және мен ақылды жүйелер мен жасанды интеллект институтының ғылыми ассистентімін. Бұл сөйлеу пәрмені тану әдістерімен таныстыруға бағытталған бейнежазбалар сериясының бірінші бөлімі, яғни кіріспе болмақ. Ең алдымен бейнежазбамызды сөйлеуді тану және сөйлеу пәрменін тану арасындағы айырмашылықты анықтаудан бастайық. Сөйлеуді тану ол үздіксіз сөйлейтін тілді сәйкес мәтіндік көрініске түрлендіретін технология. Ол әртүрлі екпіндерді, тілдерді және сөйлеу мәнерлерін өңдей алады. Бұл оны лингвистикалық вариацияларының кең ауқымына бейімдейді. Дегенмен, сөйлеуді тану тиімділігі мен дәлдігі модельдерді оқытуға арналған ауқымды деректер жиынына тәуелді болып келеді. Сонымен қатар, оны іске асыру қуатты есептеу ресурстарын талап етеді. Ал сөйлеу пәрменін тану әдісіне келетін болсақ, бұл кілтті сөздер жинағын анықтауға бағытталған сөйлеуді тану уақытының ішкі жиыны болып табылады. Сөйлеу пәрменін тану дәстүрлі сөйлеуді тану тәсілдеріне қарағанда бірнеше маңызды артықшылықтарды ұсынады. Біріншіден, ол жылдам жауап беру уақытын көрсететін тиімді өңдеу мүмкіндіктері. Оған қоса, сөйлеу пәрменін тану жалпы мақсаттағы сөйлеу тану жүйесімен салыстырғанда кіл сөздермен шектелуінің арқасында күрделілігі жеңілдетілген. Нәтижесінде, сөйлеу пәрменін тану жадының шағын көлемін алып, ресурсы шектеулі құрылғылар үшін қолайлы етіп жасалады. Бұл технологияны қолдануға болатын көптеген салалар бар. Мысалы, автомобиль өнеркәсібі, денсаулық сақтау, үйді автоматтандыру, робототехника және автоматтандыру, ойын және ойын-сауық болып табылады. Ең танымал қолдану аясының бірі ақылды үй секілді үйді автоматтандыру жүйесі. Бұл технология үй құрылғыларын дауыспен басқаруға мүмкіндік береді. Осылайша, күнделік істеріңізді әлдеқайда ыңғайлы етеді. Келесі ол дауыстық көмекшілерді дауыспен ояту. Apple компаниясының Siri сияқты дауыстық көмекшілері тұрақты тыңдау барысында кілт сөзді анықтау сияқты әдістерді пайдаланады. Мысалы, пайдаланушы «Ей Siri» немесе «Ей көмекші» және де басқа да белгілі бір сөздіктен триггер сөзді айту арқылы дауыстық көмекшілерді оята алады. Және бұл сөйлеу пәрменін тану әдісі қолдану арқылы жүзеге асады. Сөйлеу пәрменін анықтау процесі келесідей сипатталады. Бірінші ол деректерді жинау. Сөйлеу пәрменін тану жүйесін әзірлеудегі маңызды процесс болып табылады. Және ол қажетті деректерді жинаудың бірнеше тәсілдері бар. Мысалы, ашық деректер жинақтары бұл зерттеу мақсаты үшін жалпыға қолжетімді деректер. Екінші краудсорсус деректер жинау. Бұл жеке адамдардың үлкен тобынан деректерді алуды қамтиды. Және соңғымен қоса, синтетикалық деректерді генерациялау әдістері модельдерді оқыту үшін қолжетімді деректерді кеңейте отырып, нақты әлем сценарийларына ұқсайтын жасанды деректер жиынын жасау үшін қолдануға болады. Келесі ол деректерді өңдеу. Деректерді өңдеу дегеніміз толық емес, дұрыс емес, тыныш, дыбыссыз және шулы жазбаларды қолмен тексеріп және деректер жиынын жою болып табылады. Бұл процесс қалған деректерді жоғары сапалы болуын қамтамасыз етеді. Тазартылған деректер жиынында оқытылған модельдің дәлдігі мен сенімділігі сәйкесінше артады. Үшінші қадам ол модельді дамыту болып табылады. Модельді дамытуға арналған екі жалпы тәсіл бар. Нейрондық желіге негізделген модельді жасау немесе классикалық машиналық оқыту алгоритмін қолдану. Біріншісі, деректерден күрделі өзгешеліктерді үйренетін, терең оқыту үлгілері сияқты нейрондық желіге негізделген модельдер. Ал екінші жағынан, шешім ағаштары немесе қолдау векторлық машиналары сияқты классикалық машиналар оқыту алгоритмдері айқын мүмкіндіктерге негізделген үлгілерді құру үшін статистикалық және математикалық принциптерге сүйенеді. Төртінші қадам ол модельді оқыту, тексеру және тестілеу болып табылады. Модельді әзірлеу кезінде үлгі сәйкесінше оқыту және валидация жинағында үйретіледі және бағаланады. Ал ең жақсы жұмыс істейтін үлгі көрінбейтін деректер арқылы оның өнімділігін бағалау үшін тәуелсіз тест жиынында бағаланады. Және соңғы қадам ол ең жақсы жұмыс істейтін үлгіні алғаннан кейін үлгінің салмақтары сақталады және модель смартфон немесе интернет заттары құрылғысы сияқты шеткі құрылғыға орналастырады. Дегенмен, жеңіл және сенімді сөйлеу пәрменін тану моделін құру кезінде қиындықтар туындауы мүмкін. Сөйлеу пәрменін танудағы негізгі қиындықтардың бірі ол деректерді жинау. Деректерді жинау және өңдеу көп уақытты және адам еңбегін қажет етеді.
Келесі ол спикерлердің өзгермелігі мен айналадағы шуда сөйлеу пәрменін таңдаудағы қиындықтар болып табылады. Үлгінің дәлдігіне әсер ететін әртүрлі екпіндер мен диалектілер, сөйлеу мәнері және айтылулары болуы мүмкін. Оған қоса, қоршаған ортадағы шу тану процесіне кедергі болуы мүмкін. Бұл модельге сөз бен шуды ажыратуды қиындатады. Және сонымен қатар, сөйлеуді тану технологиясына қатысты этикалық ойлар да маңызды. Құпиялыққа, келісімге және жиналған деректерді теріс пайдалану мүмкіндігіне қатысты алаңдаушылықтар бар. Олар технологияны жауапкершілік пен этикалық тұрғыдан пайдалануды қамтамасыз ету үшін шешілуі қажет. Сөйлеу пәрменін тану жүйелерін дамыту, үлгіні оқыту мен бағалау үшін әртүрлі сөйлеу командаларын қамтитын деректер жиынын пайдалануды талап етеді. Дегенмен, деректерді жинау ең қиын, энергияны қажет ететін және ұзақ мерзімді процесс болып табылады. Сондықтан, модельді оқыту үшін пайдалануға болатын қолжетімді онлайн деректері бар. Мысалы, Google Speech Commons деректер жинағы. Ол 16 кГц жиілігінде ең көбі 1 секунд ұзақтығы бар Wave пішімдегі файлдарды қамтитын сөз пәрмендерін тану үшін жасалған ең алғашқы ашық деректер жинағы. Ол version 1, яғни бірінші нұсқа, және version 2 және екінші нұсқа, екі нұсқада қолжетімді ағылшын тіліндегі кілт сөздердің кең жинағын ұсынады. Бірінші нұсқа 30 түрлі кілт сөзден тұратын 1881 спикерлерден жиналған 64 мыңнан астам жазбаны қамтиды. Ал екінші нұсқа деректер жинағын 2618 спикерлерге 100 мыңнан астам жазбаға және 35 кілт сөзге дейін кеңейтеді. Сонымен қатар фондық шудың көбірек өзгерістерін енгізеді. Бұл сөйлеу пәрмендерін танудың әртүрлі үлгісінің өнімдерін бағалау үшін жиі қолданылатын эталонға және стандартқа айналып отыр. Ағылшын тілінен басқа тілдерде сөйлеу пәрменін тану жүйесіндегі арналған деректер жиынтығының болмауы бұл бағыттың ілгерілеуіне кедергі келтіруде. Дегенмен, бұл жүйелерге деген қажеттіліктің артуына байланысты әртүрлі түрлерде бірнеше жұмыстар пайда бола бастады. Мысалы, 15 пәрменнен тұратын вьетнамдық сөйлеу пәрменінің деректер жинағы қайталанатын нейрондық желілерді пайдалану арқылы 98,2% тану дәлдігіне жеткен. Деректер жинағы 293 спикерден жиналған 4395 жазбадан тұрады. Деректер барлық пайдаланушыға қолжетімді болу үшін Android және iOS үшін жазылған Speech Collection мобильді қосымшасы арқылы жиналды. Келесі, ол итальяндық орман шаруашылығы дерек жинағы. Ол орман шаруашылығы домені үшін арнайы әзірленген сөйлеу пәрмендерін тану жүйесі конволюционды нейрондық желі моделімен қолданылады. WhatsApp арқылы шамамен 500 спикерден жиналған 33627 жазбадан тұратын деректер жиынтығында жұмыс істеп, әсерлі 93,9% дәлдікке қол жеткізіп отыр. Және соңғы ол индонезиялық сөйлеу пәрменін тану жүйесі конволюциялық нейрондық желі үлгісімен жұмыс жасай отырып, микрофондар арқылы жиналған шамамен 10521 жазбадан тұратын дерек жиынтығын пайдаланады. 6 кілт сөз бен 18 спикерден жиналған жазбалар бұл озық технология ерекше 99,4% дәлдікке қол жеткізіп отыр. Ендігі кезекте қазақ тіліндегі сөйлеу пәрменін тану жүйесін ұсынуға кезек келді. Ең негізгі идеялар мен принциптерді айтып өтетін болсақ, біріншіден, уақытты және көп еңбекті қажет ететін деректер жиынын жинау қадамын жою үшін біз мәтіннен аудиоға түрлендіру үлгілерін пайдалана отырып, синтетикалық сөйлеу пәрмендердің және сөйлеуді тану үлгісінің көмегімен жалпы мақсаттағы сөйлеу корпусында сөйлеу пәрмендерін алу арқылы деректер жинағын жасадық. Келесі, әдісіміздің тиімділігін көрсету үшін біз тестілеу мақсатында шынайы сөйлеу пәрмендерінің деректер жинағын жасадық. Деректер Telegram боты арқылы 119 субъектіден жиналды. Және соңында біз жеңіл үлгіні оқытып, өңдеу қуаты шектеулі шеткі құрылғыларға орналастырдық. Әрбір қадамға толығырақ тоқталып кететін болсақ, бастапқыда біз TTS үлгілерін пайдалана отырып, оқыту және валидация деректерін жасадық. Және ВОЗ сөйлеуді тану моделін қолдана отырып, қазақ тіліне жалпы мақсаттағы сөйлеу корпусынан сөйлеу пәрмендерін кесіп алу арқылы деректер жинадық. Деректер жиынтығын кеңейту үшін біз өңделмеген дыбыс сигналдарына әртүрлі күшейтулерді қолдандық. Кейіннен біздің әдісіміздің тиімділігін көрсету үшін тестілеу мақсатында Telegram боты арқылы шынайы деректер жинадық.
Одан соң біз қалыптастырған деректер жиында Keyword MLP үлгісін оқыттық және бағаладық. Соңғы қадамда модель шектеулі есептеу мүмкіндігі бар Raspberry Pi атты құрылғыда орналастырдық және осылайша өнеркәсіптік жағдайларда әлеуетті қолдану мүмкіндігі бар екенін көрсеттік. Келесі бейне жазбаларда осы әрбір қадамға толығырақ тоқталып өтетін боламыз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.